Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен мен Гүлназ Қасымбек. Бүгін сіздермен манта жасайтын боламыз бірге. Мен мұнда қамырымды алдын ала илеп алдым. Видеоға көп уақытты кетірмес үшін видеода бұл қамырға мен қостым бірінші жұмыртқа, тұз, су. Суымыз комнатный температура болу керек, не салқын емес, не ыстық емес. Және қамырымды илеп болғаннан кейін қатты жұмсақ болмау керек, бірақ онша қатты болмау керек. Ұстаған кезде қолымызға жабыспай тұру керек. Енді мен бұл қамырды демалдырып қоямын бір жарты сағат 40 минутқа. Оған дейін біз начинкасын жасайтын боламыз. Начинкасы менде бүгін тыквамен және асқабақпен және фаршпен жасайтын боламын. Начинкасы бізде фарш болады, тартылған ет, яғни және де асқабақ, пияз және кішкене тұз саламыз дәміне, және приправа саламыз. Приправа для манты деген болады, арнайы сондай салсаңыздар болады, және немесе универсальный приправа деген бар, сондай салсаңыздар болады. Сосын қара бұрыш саламыз және жақсылап тұрып араластырамыз. Мен сіздерге екі түрін көрсеткім келіп тұр манта түйгенде. Біріншісі ол обычно осындай түрі. Осы түйіп шығасыздар. Екінші жолын көрсетейін сіздерге. Осында дөңгелек қылып кесемен немесе дөңгелек шарикте болады, неше түрлі сондайлармен басып осылай дөңгелек тесто істеп алсаңыздар. Тесто істеп алсаңыздар болады. Және барлығына осылай начинкамызды салып шығамыз. Дайын болды. Қазір енді суымыз қайнап жатыр. Қазір салатын боламын. Бір сағат көлемінде, бір сағат емес, 40-45 минут көлемінде қайнататын боламын. Бірінші түрі осындай, екінші түрі мынандай болып шықты. Мынау кішкене сопақ сияқты болып көрініп тұр, бірақ дегенмен қазір қайнап болғаннан кейін ол кішкене іси бастайды. Пісіп болғаннан кейін тағы да көрсететін боламын. Мантымыз дайын болды. Подливка мен ащы подливка жасадым. Капуста, ащы болгар бұрышы. Осындай болгарский перецті салдым. Және де сәбіз, пияз барлығын жақсылап тұрып қуырдым майға. Мантымыз өте дәмді болып шыққан және жұмсақ болып шыққан. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер.